Шал боласың кейін. Асықпа, қазір жан, от бол, от болмасаң жоқ бол дейді өнерде. Жан. Біздің жұрттың бойындағы негізгі қазақилықтың иісі қаншалық таңқып тұр деп ойлайсыз? Онда мен өтірік абаймын, жасанды абаймын. Армияға бармаған жігіт емес деп есептемейтінбіз біз. Ана кәсіп деген жоқ. Ал айналып келген кезде бізде ана тілі деген сөз бар. Ата тіл демейміз ғой, ана тіл дейміз. Тұран-одағы біздің тілді алып отыр, ең бай, ең құнар тіл деп. Өзінің тарихын, табиғатын білмеген адам еш уақытта қазаққа адал қызмет етеді деп айта алмайды. Күйеуді жеңдім деген әйел, ол ақылсыз әйел. Сапаровтың ішіне бар, дворник болып орналасты. Өзін театрда істейді. Сендерде ми шешуі мүмкін, ал бізде жүрек шешеді. Өкіну деген болады, менде өте жиі болады. Күн жақсы ма ағайын? Бүгін қазақ халқының еркеұлы, асыл ұлы десек артық болмас, Болат ағамызбен әңгімелесудің сәт түсіп тұр екен. Бүгінгі әңгімеміз мәдениет және өнер қызметкерлері күнімен тұспа-тұс келген екен. Біздің еліміздің мәдениеті мен өнеріне қосқан үлесіңіз өлшеусіз, нар тұлғасыз, Болат аға. Сондықтан да мейрам бүгінгі құтты болсын. Рахмет. Сонымен қатар жаңа өзіңізден естіп жатырмын. Жақында ғана биылғы жылдың театрдың ең үздік актері атағын алған екенсіз. Барлық марапаттарыңыз құтты болсын. Енді сіз марапатсыз ақ лайық азаматсыз. Енді осы тұлғалық сәттеріңізді бір балалық шағыңыздан бастап көз жүгіртіп, ой жүгіртіп қарап көрсек деген ойым бар. Сіздің туған жеріңіз, өскен жеріңіз Жетісу өңірі Ақсу жағы екендігін білеміз. Енді сол балалық шағыңыздан өзіңіздің өнер адам болуыңызға әсер еткен, немесе өзіңізге мен өнер әлемінде өрге жүземін дейтіндей бір серт берген сәттеріңізді қалыптастырған ситуациялар, адамдар, тұлғалар болды ма? Сол жайында білгіміз келеді. Енді жалпы шында да өнер деген ананың сүті мен әкенің қанымен келеді дейді ғой. Жалпы мен енді оны айтпаймын, бірақ енді ол кісілер өмірден өтіп кетті, өзім де міне 60-тың ортасына келдім. Ол кісілер өмірге әкелген кісілер халық әртістері. Бірақ енді сол кісінің ең үлкен ұлында, үлкен ағасында перзент болмағанда, сол әжем мені сол ортаншы ұлынан алып, үлкен ұлының жаңағы қойнына салған. Сөйтіп мен жаңағы ол кісілер мал баққан, қойшы болған. Сонау биік таулар, мынау Сарқанның ар жағы, Икаша дейді, Құмантастанбековтың ауылы, оның ар жағы Аманбөктер, оның ар жағы Қытаймен шекара, анау Суышоқы, Үңгіртас, Қарамгүр деп кете береді, Талды, Ақшынақ деп. Сол жақтарда қой баққан қойшының жалғыз ұлымын. Әкем қой баққан, енді ұлдан да қыздан да жалғыз болдым. Ол кісілер перзент болмаған екен, бірақ енді мені сол еркелетіп жалғыз болып өстім. Енді қой баққан дегенде енді мен онша былай қой баққан жоқпын, маған қой баққызған жоқ, енді көмекшілер болды ол уақытта. Бірақ енді мен жаңағы өзімше жаңағы жүйрік аттар, атты сондай жақсы көрдім. Әкем жалғыз ұл болғаннан кейін кез келген жаңағы ат құмар болдым. Біреудің атын алса, осыны алып бер деймін, алып береді мысалы. Сол атқа мініп, әдемі жаңағы ер-тоқыммен, әдемі қамшыны қолым ұстап деген сияқты. Тау ішінде аралап, сөйтіп жүрдім. Енді қызық жаңағы ақсақалдар отырады. Бір той болады, ол уақытта кез келген нәрсені тойлайды ғой жайлауда. Көкпар тартады. Сол отыра қалады да бірінің баласын бір мақтайды. Ой, пырмай, ананың баласы мынандай, мынаның баласы мынандай, керемет қой бағады. Анау қойды бақайынан үрлеп семіртеме, анау Мырзағалидың анау бесенін ай деп тұрып ана кісілер айтады. Аналардың әкелері бүйтіп көкірегін керіп отырады. Менің әкем бүйтіп жерге қарап отырады. Мен туралы ешкім айтпайды, мал бағалмай. Содан әкем үндемей отырады. Содан әкем неткеннен кейін мен де әкеме шіркін бір не бере алмадым ау, жаңағы әкемді бір көтере алмадым ау деп сөйтіп жүріп ойлап жүрмін. Содан ылғи ұлттық ойындар болады. Содан жаңа бір ойын бар, жаңа кішкентай балаларды көздерін байлайды да, құмыраны қадап қояды да, жаңағы қолына таяқ беріп соған тигізу керек. Жаңа мақтаған балалардың біреуі тигізе алмайды жаңағы. Содан енді мен сол кезде Алла тағала өзі абыройымды көтерейін деп тұрма. Сол жаңа тарс еткізгенде жаңа құмыраны сындырам ғой жаңа. Дай басқа бір емес, әкемнің абыройы асқақтап, той жасап, әлгіше менің ұлым ешкім тигізе алмаған құмыраға тигізді деп көкпар беріп, ол уақытта сондай заман ғой. Дүниені ойламайды, тек бір күндік өмір, тату тәтті аралас, той жасап, сөйтіп әкемнің бір абыройын асқақтатқаным бар. Бірақ енді
анам ерте кетті. 14 жасымда анам кетіп қалды өмірден. Содан кейін 21 жасымда әкем өмірден өтті. Ол кісілердің ештеңе көре алмады. Былайша айтқанда менің қызығымды көре алмады. Студент болғанымда, диплом алғанымда, немересін болмаса бір телевизорға бір рет шыққанымда ештеңені көре алмады ол кісілер. Ерте кетіп қалды, өсіріп жеткізіп. Сондай бір сол енді сол көшеміз айтып, бір 7 айдаймыз шекараға дейін. Сол өзіміздің бір сүйікті жерлеріміз болады. Сол жерге әкем тоқтай қалады да жаңа бұлақтан қол шайып жіберіп, әкем жаңа мен аттан түсірмейді, жаңа бұлақтан су ішкізеді. Ой, керемет, ана әкемнің қолынан ішкен су деген енді сондай бір тастай бұлақтар сол неден ағады. Тамшы бұлақтар тамшылап тұрады. Содан кейін жаңағы бүлдірген деген жаңа күнгей жаққа өседі. Аттың тұяғы қып-қызыл болып кетеді бүлдіргеннен. Соған жаңа жатағап тұрып бүлдірген жейсің. Кішкентай бүлдіргендер сондай аузыңа салсаң басың айналады, тіл үйреді ғана сондай дәмді. Содан бір күндер сол Басқан деген өзен бар, сол Басқан өзенінен бұлай көшіп өтесің көпірмен, соны бұлай жағалап жүресің де қайтадан мына жаққа өтесің. Сөйтіп ыңғайлы жасаған ғой жол, сол Басқан жағалайсың, кетесің, ең басына барасың, енді арға тауға шығу керек. Сол бір күні сол жерге бәрі қойшылар келіп сол жерге тіреліп қалды. Көтере алмайды, өйткені жауын жауып тұр. Су деген ағып жатыр, ол жерден түйе жетектейді, түйе тайғанақ болады ғой. Әкем кішкене былай ерменез кісі болады. Ана жерге сыймайды уже. Бұл қаншама қойшылар келіп тіреліп қалған, бәрі жауын тоқтағанын күтіп отыр. Әкем айтты, тарт деді. Әкем інісі де бір кішкене сондай нелеу кісі, қызуғанды. Айдатты кетті, олар енді атпен немен айдап кетті. Шешем түйені жетектеп келе жатыр. Енді әкем айтқаннан кейін шеше қарсы келмейді ғой енді. Соны келіп кішкене барып таудың басына шыға берген кезде түйе кетті. Түйе кеткенде жаңағы тайғанап барып кетіп барады, бұлай сығыранып. Бір уақытта тура бір құз, Басқаның жоғар жағына шыққанбыз. Мына жақ тік құз, ар жақ сарқыраған өзен, бұлай таудың су білесің ғой қалай ағады. Сол жерге келді бір қарағайға келіп тірелді де қалды түйе. Аяғым бүйтіп енді өлейін деп жатыр. Әкем жүгіріп келді де кездікпен жаңағы түйенің буған нені буып кесіп жіберді. Сөйтеді бүкіл заттар енді саяқ анамлар енді ұшып жатыр суға қарай. Бір темір пеш болатын. Енді жайлауда пешсіз өте қиын. Тамақты сонымен жасайды, сонымен үй жылытады. Темір пеш суға құлады. Енді ана пешті ұстау керек енді. Сонда бір Әділғали деген кісі болды, шалмашы, шалма тастайды. Мынау Матай фондтар Жанат Дүзбаев деген бар. Әкесі Құрманғали. Құрманғалидың ағасы Әділғали деген кісі. Керемет шалма тастайды. Сол кісі атпен өзеннің бойында шауып бара жатып ана пеш, дәу қара пеш бүйтіп суға сүңгіп кетеді де, соны қайта шыққан кезде шалым лақтырады, түспейді. Екінші рет лақтырады, түспейді. Су әкетіп баратыр. Сол бір сәтте анау пеш көрінген кезде анау лақтырды. Пештің тура мұржасына түсіп, суырып алды. Мен мұндай нәрсені бала кезімде көргем, Американың қандай да бір керемет боевиктерден көрген жоқпын ондай нәрсені. Суда бір көрініп, бір көрінбейтін пешке шалым лақтыру деген, жылқыға жарайды лақтырады. Пешке шалым лақтырып алып шығу деген. Сондай енді бала кезімде сондай әсер алатын сәттер көп болды. Сонша ол уақытта не бір үйде тамақ ішпейді ғой. Мысалы бүгін мына үйден ішеді, одан кейін мына үйден ішеді. Сол біздің үйге бәрі келгісі келіп тұрады да. Өйткені енді біз 55 жыл арғы беттен келген екенбіз. Ол жақта енді мына жергілікті қазақтар мына тамақты онша көп жасай алмайды. Ет асайды. Ана жақтан келгендер басқа жақтың кухнясын күшті жасайды ғой енді. Шешем неше түрлі дәм тамақтар жасайды. Содан тамаққа той болады да бәрі маған қарайды. Мен жаңа батырлар жырын оқимын. Рүстем Дастан, жаңағы бұрқыратып, ой, әлгіні келіп тұрып оқимын. Аналар деген ол уақытта адамдар қандай? Телевизор жоқ, радио біреуде бар, біреуде жоқ. Анаған сондай сенет ана ақсақалдар, шіркін-ай, деп. Мен біресе қобыланды болам, біресе қараман болам, біресе мыстан кемпір болып өзім анаған кіріп, соны дауысын ыңғайлайын ба айта білмеймін да. Қой бағып жүрген дауыс қой, жаңа айғайлап, ешкіні анау шак, қойды шак деп айғайлап жүрген таудың ішінде дауысым кішкене сондай не болса керек. Содан жаңа жерде аналар деген құдай, ол маған шабыт береді. Мен одан сайын бір бақ дауысым қарылға бастайды. Шешем жан шығып бар жатыр енді. Баласын дауысы. Жарайды енді, осы жерден тоқтатайық енді ертең. Жоқ, ана жерін бітіре салшы, ананы бітірші ананы. Сөйтіп жаңағы ана кісілердің ортасында жаңа әртіс болып өстік қой енді. Сол бала кезде. Сонда жатқа оқып бересіз бе енді? Жоқ, кітаптан оқисың ғой. Ол мына көк кітап, мынандай Рүстем Дастан деген. Ашып тұрып оқисың, анан бала алу. О, свет те жоқ. Жаңағы шамға мынандай кесеге нені қояды, май тамызады, соны етіп қояды, сол былай тұрып оқисың анан. Сондай жаңа өзімше сол бала кезден сондай
болып өстім, енді әсершіл болып, сол бұл мына көркем әдебиет деген адамның ойын өсіреді, рухын биіктетеді. Мысалы біз қандай қиындықты көрдік. Мен 16 жыл үй жүрдім осы қалада, тұрмаған тесігім, ашпаған есігім, тұрмаған тесігім жоқ. Мысалы қаншама ұлттардың есігінің есінде жүріп үй ала алмай жүрдім. Сөйтіп 38 жасыма келгенде Иманғали Нұрғалиұлы көріп, мен телевизордан қалай мына актер осы уақытқа дейін үйсіз жоқ. Ол кезде мен бүкіл праздник концерттің бәрін өткіземін. Бүкіл Жамбылды ойнайтын, Абайды ойнаймын, барлық нелерді ойнаймын. Бірақ үйім жоқ, жатақханада тұрамын. Сонда сол сияқты соның өзіне мен былай бір неткен емеспін жаңа. Мен осы 40-қа дейін үйсіз жүрдім деген ол менің ойымда жоқ. Как будто менің бір 2 этаж үйім бар сияқты. Өйткені іштің бәрі анау бала кезден қалыптасқан ғой. Көркем әдебиет көп оқисың. 1-2 күнде бір кітапты тауысып тастайсың. Ол уақытта өте білімді ғой кісілер. Қойшылардың өздері жұлдыз жалынды тастамай, қоныштардан алып бүкіл оқиғаның бәрін, ол Сарғабанда болған оқиға, мына Кемел Тоқаевтың анау кімнің кітаптарын бәрін оқимыз ғой, мысалы. Соңғы көш, анау мынау, махаббат қызық мол жылдар, зауал дейсің бе, көшпенділер, абай жолы. Енді ол сол бала кезден сол рухани жақсы сондай ешқандай қиындық бізге қиындық болып есептелінбейді. Нәр берген, әсер берген дейсіз. Сонда да жаңағы табиғи арнайы спецэффекттерді көргеннен кейін оны қайталамасқа мүмкіндік болмады деп отырсыз. Ал енді Болат аға, қаншама рөлдерді сомдадыңыз өмірде? Солардың ішіндегі өзіңіздің көңіліңізден шыққан астын сызып өтер рөліңіз бар ма? Бұл сұрақ сізге көп қойылған шығар, бірақ дегенмен де тағы бір осы сұраққа жауап берсеңіз. Енді бұл сұрақ қойылады, мен енді көбінесе өзім айта алмаймын. Жаңа көрерменнің мені қалай қабылдауымен айтамын да. Мысалы мен 100-ден аса киноға түстім. Оның популярный жаңа елдің арасынан шығып кіріп кеткендер де бар. Бірақ қай жерге барсам да Абай деп нетеді. Ой, Абайды ойнаған актер келді. Абайды ойнаған. Кейде даже бұрын кездерде тіпті аты жөнді де білмейтін. Ана армияда болған жігіттер айтады, ой, біздің досымыз дейді, қай актер ол, қай актер? Болат Әбділмар. Ой, Абайды ойнайды десе, анау білеміз. Абай атамыз артымызда тұр. Абай атамыз артымызда тұр. Жалпы бірдеңке сұрағым келіп тұр тағы сізден, Болат аға. Енді Досқан ағамыз Құнанбайды ойнады. Ойнағаннан кейін Құнанбайдың образына кіру бар, одан шығу бар. Досқан ағамыз әлі шықпады ма деп ойлаймыз кейбір кездерде Құнанбайдың образынан. Сіз қалай? Кейде Абайдың образында жүрген кездеріңіз қайтадан еске келіп, Абайдың сөздерімен Абайдың ойлау қабілетіне жетуге тырысып көретін сәттеріңіз бар шығар? Әрине, ол кез келген рөл актерді тәрбиелейді. Мысалы мен Абаймен жолықпағанға дейінгі өмірім бір басқа да, Абай болғаннан кейін образда жүр деген емес. Өйткені саған қарайтын көз көп. Сен бір жерге барасың, ой, міне біз Абайды ойнаған актер келді дейді. Сен өзі бойыңды жинап, айтқан сөзіңе мән беріп, жаңағы қалай болса солай отырмайсың. Өйткені сен Абайдан көргісі келеді де, өмірде де халық. Сондықтан енді амал жоқ. Ол жерде де Абайдың образына кіруге тура келеді. Содан кейін Абайдың қара сөздерін бүкіл жазған барлығы бар. Өлеңдерін оқисың, одан мысал келтіресің. Мен өзім 60 жасыма келгенде Абайдың жұмбағы деген пьеса жаздым, Мәдина Омарбекеміз. Сондағы кеңестік дәуірдегі Абай емес, керісінше әкесіне қарсы шықпайтын, әкесінің айтқанымен жүретін, осындай бүкіл нелердің бәрін соны мысалы айтып отырасың. Мысалы, сап-сап көңілім, сап көңілі деген өлеңді ол қай уақытта жазған, мысалы айтқанда. Ол жаңа Тоғжанмен екеуі махаббат болып, ғашық болып бір-бірін еткенде әкесі шақырып алады, балам, менің пьесамда жаңа. Сен бұлна қыздан күдеріңдіз, өйткені бұл қыздың айтырылған жері бар, сенің де айтырылған жерің бар. Сен сонда 4 жақтан теріс баталайын деп отырсың ба, ата дәстүрін бұзып? Әкеу, соны мен оны жақсы көрем ғой, біздің арамыздағы махаббат қайда дегенде, балам, 2 жастың махаббатынан да артық махаббат бар. Ол еліңе, жеріңе, дәстүріңе деген махаббат. Дегенде Құнанбай түсінді, Абай түсіндім, әке түсіндім деп өзін өзі тоқтату үшін, мысалы, сап-сап көңілім, сап көңілім деген өлең жазған. Көрдің бе? Соның бәрін зерттеп, сол арқылы Абай танушылармен отырып, сол пьесаны жаздым, мысалы. Қазір Абай ТВ-дан беріп тұрады, жазып алған. Сол, мысалы, 60-қа келгендегі менің сол Абайға деген неше Абайды ойнадым, киносында да ойнадым, жастар театрында да ойнадым, әуезов театрында Мәмбетов қойғанда ойнадым, қаншама қара сөздерін жаздым, бірақ ол көбінесе кеңестік дәуірге арнап жазылған, дәстүрге қарсы, қазақтың ұлы тұлғалардың бәрін жаңағы басқа жағынан көрсету, Құнанбайды жауыз, қатыгез, феодал деген сияқты. Болмаса жаңағы шәкәрімді елді у беріп өлтіретін жағымсыз кейіпкер сияқты жасау. Сонда енді көптеген жаңағы нелер бар ғой енді. Дәстүрлер, мысалы, қарсы келетін. Кеше ғана Ажар деген қыз күйеуі қайтыс болады, күйеуінің топырақ су үлгермей басқа бір жігітпен махаббат болып, оны Абай қорғап, мысалы. Ой, осы ырым-сырым дәстүрлеріңді қойыңдашы деп Абайдың аузына сөз салып қойған.
Сондықтан енді соның бәрі маған 40 жасымда 50 жасымда ойнасам да неге деп миыма солай келеді да, содан осы пьесаны жазған. Бірақ бұл жерде бір нәрсені айту керек. Әуезов олай жазбаса кеңестік дәуірде оны өткізбейді. Сол заман 4 рет жазды. Сондықтан амал жоқ. Соболев деген ол Абайдың кім екенін де білмейді. Амал жоқ, соның фамилиясын қосып, Абай пьесасын жазып, ол жазған кезде ол бүкіл әлемге қазақты таныту керек болды ол Абай арқылы. Ал егер ана ұлыларды құрбан етпесе, оны шығармайды. Сондықтан амал жоқ. Басқа ұлыларды құрбан ету арқылы Абайды шығарды. Абай арқылы бүкіл әлемге қазақ танытты. Бүкіл этнографиясын, табиғатын, мінезін, барлығын шығарды. Мына Абайдың ұлы осында. Өйткені көркем дүние деген ол Тұрсын Жұртбаев айтады ғой. Абай жолында бірде-бір тарихи шындық жоқ дейді мысалы. Ал менікі сол бүгінгі күнмен астасқан. Қазіргі дәстүрді сыйлап, әкені сыйлап осындай енді. Енді ол идеологияның астарымен сол әйтеуір Абай атамызды халқына қайтадан қауыштыру бағытында жасалған дүниелерді білем. Себебі енді Құнанбай бабамыздың қалай көрсетілгені бұл жерде бәріміздің енді ішімізді ашытатын дүние деп ойлаймын. Себебі Құнанбайдың немересі Майбасар менің бір үлкен нағашы бабаларым болып келеді. Майбасардың баласы Мұхамеджанның қызы Ауқади менің атамның шешесі. Сонда бір түп нағашылық жағымыз да бар. Ал енді біздің бала күнінен оқып өскен Абай жолындағы Майбасар қатыгез, Құнанбайда қатыгез, Майбасар одан өткен қатыгез болып көрінген. Енді жарайды, оған кейін де тарих өзінің бағасын беріп жатар. Болат аға, мен жалпы өзім соңғы жылдарда өмірдің мәні, адамның өмірдегі миссиясы, адам не үшін өмірге келді, өмірде нені бағыттап, не қай жақта өз еңбегін жетілдіру керек деген сұрақтармен жұмыс істеп жүрмін. Менің білгім келетіні, сіз үшін өмірдің мәні дегенде сіз қалай сипаттар едіңіз? Сіздің өміріңіздің мәні не? Немесе сіздің бірнеше миссияларыңыз бар ма? Өмірде ұстанатын негізгі құндылықтарыңыз қандай? Сонымен бөліссеңіз. Себебі сізді тұлға ретінде қабылдайтын қазақ халқы жастары сіздің де осындай рухани жақтағы ойларыңызды білгісі келеді деп ойлаймын. Енді мен бұндай сұрақтарға әр жылда, әр жасымда әрқалай жауап беретінмін. Өзің айтқан сөздің басында әр рөл адамды актерді тәрбиелейді дегендей, мысалы мен Абайдың философиясынан, пәлсапасынан өзіме өмірге сондай бір нәр аламын. Мысалы, жүректің көзі ашылса, хақтың түсір сәулесі, іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі деп өлең жазады. Енді мен пьесамда соның астарын ашамын. Адам жақсылық жасаған сайын жүрек жұмсарады, жүрек жұмсарған сайын иманы күшейеді, иманы күшейген сайын Алланы таниды. Алланың пайғамбардың жолындамыз, ынтамызды бұзбастық иманымыз, пайда мақтан әуесқой шайтан ісі, кәне біздің нәпсін тиғанымыз деген Абайдың өлеңін мен ары қарай тәржімалаймын. Яғни адам баласы өмірде бір-ақ нәрсемен күреседі, ол нәпсі. Яғни біреуді жеңген адам мықты емес, өзін жеңген, өз нәпсісін тиған адам мықты. Дұшпанын жеңген адам ақылды емес, дұшпанын досына айналдырып берген адам ақылды. Бұның ар жағында мен не айтқым келеді? Мысалы, мынандай мақал бар: еңкейгенге еңкей, шалқайғанға шалқай дейді. Ол енді кез келген адам жасай алады. Ал енді сен еңкейгенге еңкейіп, саған қиянат жасаған адамның өзін кешіре білсең, бұл сенің жаңағы азаматтығың. Әр қазақ осы Абайдың осы сөзінен дұшпан жеңбей, оны досына айналдыра білсе, біздің қазақтың арасында алауыздық болмайды. Қазақ бірігеді. Саған қиянат жасады ма, саған жамандық жасады ма, ол өз Алланың алдында жауап береді. Сен оған қарсы жаңағы не жасасаң, ол сенің онда төмендігің. Яғни жаңағы таспен атқанды аспан ет деген сөз жатыр да астында. Сондықтан да осылай, осыны көрмей, осындай жасаған нәрсесін мен кек қайтармай, бір-бірін кешіре білсе, яғни бүкіл қазақ үшін бұл өте игі нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан да мен қазір өзім өнерде әсіресе бәсекелестік көп. Өмірдегін айтпай ақ қойын, өнерде. Енді ол болмаса өнер болмайды. Сен қаншалықты биіктеген сайын сенің дұшпаның да сондай ірі болады. Асқар Тоқмановтың сөзі бар: біреу сені мүсіркесе дейді, сен ренжі дейді, өйткені сен төмендеп барасың дейді. Ал егер сені біреу көре алмай, сені күндесе, сен қуан дейді, өйткені сен жоғарылағаның дейді. Сондықтан да сондай менің былайша айтқанда кислородын жапқан ағаларымыз, аға буын, басқа да, мен оған өзім де кінәлі шығармын. Жаңа тік айтатын ана-мына мінездерімнен. Сондықтан соның бәрін мен кешіремін.
қазір сол кісілермен құшақтасып амандасамын, өзіме рахат. А мен осы уақытта бүйтіп жүретін болсам, ол өнерге қият. Ертең мен ол актермен сахнада ағасы інісін ойнаймыз, әкелі баласын ойнаймыз. Егер мен бүйтіп сол бұрынғы 30 жыл бұрынғы бір нәрсені мынау кезінде директор болып тұрғанда мен үй бермей қойған, үйден кезектен алып тастады деп соның бәрін еске алып тұрсам, онда мен сол мен ғана өмір сүремін. Яғни ол үлкен ұлылардың өзі Әзірбайжан Мәмбетов деген менің көп спектакль қойды. Ол кісінің былайша айтқанда сүйікті актері болдым деп айта аламын. Осы Абайды маған арнап қойды. Сонда ол кісі еш уақытта ондай жасамайтын. Мысалы, бүгін бір актермен жаңағы бәсекелесіп, өмірде бір-бірінің үстінен арыз жазып жатса, ертең спектакль қойғанда ол актер сол рөлге келді ме, соған рөлді береді. Міне ол сонда өнердің қасиеті, киелі сақтайды соны. Содан қорқады. Өйткені ол өзінің жеке амбициясын алып, ана актерге бермесе, оның өнері төмендейді. Спектакль шықпайды. Өйткені ана актер келіп тұр. Көрдің бе? Өзіне қиянат жасайды. Сондықтан да адам өзінің амбициясынан өнерді биік қою керек. Кез келген мамандыққа керек нәрсе. Сондықтан да онымен жау болып жүргенше, сенің ақылың болса, сенің білім парасатың болса, керісінше сол адамды дос қыл. Онымен қастаспа. Сонда сенің жүрегің жұмсақ болады. Көрдің бе? Алла ішіңді айтқызбай біледі ойла, пендесіне қастықпен кінә қойма. Распенен таласпа, мумин болсаң, ойла, айттым, адамды атың жойма дейді Абай өлеңінде. Ал оның астарында не жатыр? Бүкіл адам баласын жаратқан бір Алла. Егер сен бір пендеге қиянат жасасаң, онда Аллаға қарсы шыққаның өмірде деп тұр Абай. Сондықтан мен Абайдың осындай даналық сөздерінен әр адам ғибрат алса, бізде өмір сүру оңай болады. Сондықтан мен қазір мысалы, жаңа өзің айтқан өмірдің мәні деген неде, бұрын мен жаңа 40-қа дейін осы сөзді айтатын, маған еңкейсе еңкейем, шалқайса шалқаям деп. Мен қазір шалқайған адамға да еңкей аламын. Түсіндің бе? Өйткені ол әр нәрсені түсіне білу керек. Сондықтан да кешіре білу. Жаманның кегі басы жерге жеткенше, жақсының кегі шай орамалы кепкенше. Сондықтан жақсы болу үшін кешірімді болу керек. Оны дінде де қуатталады, өмірде де өзіңе жақсы болады. Ешкімнің әкесін өлтірген жоқ. Тіпті қазақ айтады, әкеңді өлтірсе де құның кеш дейді, алдыңа келсе дейді да. Сондықтан осындай әр қазақ бір-біріне кешірімді болса, қазақ бірігеді, бір-біріне жау болмайды. Бірін-бірі құрметтейді. Сонда біздің сыртқы жақтағы дұшпандарымызға біз бірігіп төтеп бере аламыз. Күшіміз көбейеді дейсіз ғой. Керемет Болат аға. Сіздің әңгімелеріңізден тыңдап отырып ғибрат алып отқан сәтім бар. Енді осы құндылықтарға тағы бір қайтып келсек. Менің соңғы жылдары ұстап жүрген негізгі құндылықтарым бірі ол адалдық пен сенім. Тіпті қалжыңдап тұрып өтірік айтпау керек деген ұстанымды бекіткеніме бірнеше жылдардың жүзі болды. Енді бәріміз пендеміз ғой. Ол айтқанға оңай болғанмен жасауға қиын болады. Сіздің жалпы өмірде бір өтірікті айтып қойып, соған қатты өкінген сәттеріңіз бар ма? Сондай сәттермен бөлісе аласыз ба? Енді мына актерді сен енді мамандығың өте білім керек саған, сабырлық керек. Бізде актерде мынау жүрек бірінші орында тұрады. Мысалы, тағы да Абайдың фәлсапасына қарасаң, біз ойлаймыз, ми шешеді деп. Сендерде ми шешуі мүмкін, ал бізде жүрек шешеді. Өйткені, егер сенің жүрегің жағыңдай таза болса, ақ болса, сен әр уақытта ісіңді оңға қарай бастайсың. Ал егер сен ішіңе бәрін сақтап, ештеңені айтпай, күліп қарап, ар жағында сондай арам ой жатса, сен онда жүрегің қараяды. Жүрек қарайғаннан кейін бүкіл Абайдың бәрін жүрекке жүгіндіреді ғой. Ақыл, білім, қайрат бәрі жүрекке жүгіндіреді. Яғни жүрегің неғұрлым ақ болса, неғұрлым таза болса, неғұрлым шынайы болса, сен шығаратын жаңағы шешетін шешімің де сондай болады. Сондықтан жаңағы өкіну деген болады менде, өте жиі болады. Болат аға, оны тағы да бір тақырыпты қозғасақ. Достық дегеніміз ізгіліктің алаңы деп Мұхтар Шаханов ағамыз айтқан. Жалпы енді достық көңілдің күмбезі ғой. Сіздің енді өміріңізде, бала күніңізден бастап, әр өміріңіздің сәттерінде жақын болып, достасып, бауырдай болған жандардың аз емес екенін өз басым топшылаймын, солай деп. Енді сол бала күннен бастап, немесе кейіннен қосылып, кейіннен табысып, бірге жүрген қазірдің өзінде, қазіргі жасыңызда, пайғамбар жасындағы жасыңызда дос болған адамдарыңыз бар шығар. Атын атауымызға бола ма? Сіз үшін достық деген қалай жалпы? Достық деген ең бірінші адам бірін-бірі түсіну керек. Күнәсіз адам болмайды. Кез келген адамның бойында жақсылық та бар, жамандық та бар. Өйткені біз пендеміз. Ал Алла ғана мінсіз. Сондықтан
бір досыңа маған бір дұрыс қарамады, бір барғанда күтіп алмады, болмаса бір нәрсені өтініш жасап едім, жасамады деп оған өкпелейтін болсаң, бір атым насыбайдан көңілің қалады да тағы да төмендейсің. Сондықтан мені де солай түсінген адамдар өте көп. Өйткені мен мектептегі араласқан сыныптастарым, армия қатарында болған, институт қабырғасында жүрген, қазір дос болып жүрген. Өйткені бізді мына өнер жақындастырады. Мысалы мен ана бала кездегі достарымнан енді олар алыста. Бұлай бір-бірімізге барғанымыз болмаса, олармен сол достық осы уақытқа дейін деп, енді олар мен жанымды басқаша түсінеді. Менің айтқан сөзді олар басқаша, олардың өмірі басқа. Көрдіңіз бе? Енді маған қазіргі өзімнің бірге жұмыс істеп жүрген адамдарым, өйткені илегеніміз бір тердің пұшпағы. Солар бір-бірімізді түсіну арқылы, бір-бірімізге кәдімгі не айту арқылы біз жаңағы достығымыз одан сайын нығаяды. Өнердегі достығымыз. Сондықтан ондай достарым бар, Құдайға шүкір, армиядағы достарым бар. Қазір бірге жұмыс істеп жүрген қатарластарым бар. Сондықтан енді мен бір осы менің керемет досым деп айтпай-ақ қояйын, басқасы ренжіп қалуы да мүмкін. Бірақ достарым жетерлік бар. Алшақтап кеткен кезімізде болды, қайтадан табысқан кезімізде болды. Сондықтан ол жерде ешқандай бір әкетіп бұраққан не жоқ. Сондықтан да Құдайға тәубе, достық деген нәрсені ұғымды мен өте қатты құрметтеймін, қадірлеймін. Жалпы өзіңізді халық, мен егерде мен қателеспеймін деп ойлаймын, жалпы бойыңыздан қазақилықтың иісі аңқыған өнер адамы, актер ретінде білет деп ойлаймын. Тіпті сол өзіңіз жаңа айтып отырған Абай рөлін сомдау барысындағы қазақилықтың бойыңыздан көрінуі, сол арқылы ұлтқа ұлағатты жол көрсетудің өзі бір керемет дүние. Ал енді қазіргі таңдағы біздің жұрттың бойындағы негізгі қазақилықтың иісі қаншалықты аңқып тұр деп ойлайсыз? Егер де қазір қолыңызға мүмкін идеологияны бір өзгертуге мүмкіндік беретін, пәрмен берілетін болса, қазақилықты жақсарту бағытында бір қадамдар немесе ұсыныстар жасар ма едіңіз? Әрине, ұсыныс болғанда енді біз ешкімге тәуелді адам емеспіз. Актер деген солай болу керек. Ешкімнің көңіліне қарап, оны ығына жығылған адам, ол мінезсіз адам. Мінезсіз адамнан өнер еш тумайды. Сондықтан да қазіргі болып жатқан дүниелер әрине жүрегіңді ауыртады. Тілге байланысты, дәстүрге байланысты. Мысалы мен бір неде айттым осындай отырған сұхбатта. Мысалы мен айттым, 33 жыл болды тәуелсіздік алғанымызға. Сол үкімет тарапында отырған, тізгін ұстап отырған министрлер бар. Мемлекет тілді білмейтін, өзі мемлекет қызметкер, әкімдері бар. Бұл не деген намыссыздық, намыс қайда? Айналайын-ау. 3 жылда аюды циркта мотоцикл айдатып үйрете алады. Сонда ол жаңағы болып отқан министрлер, әкімдер ана тілін білмейтін. Сонда олар хайуаннан төмен болғаны ма? Біз қалай оларға сеніп тапсырып, үкіметтің бүкіл тұтқасын ұстатып отырмыз? Егер ол өзінің ана тілінде бір ауыз сөз білмейтін болса, ойын жеткізе алмайтын болса, сонда ол қай мемлекетке қызмет етеді? Мен өзім түсінігімде өзінің тарихын, табиғатын білмеген адам еш уақытта қазаққа адал қызмет етеді деп айта алмаймын. Ол есеп-шотты білуі мүмкін. Бірақ оның негізі жаңағы тіні, табиғаты ол басқа жақтың көзімен ойлайды. Түсті де басқаша көреді. Ал енді ол қазақилық деген оны түсінбейтіндер қазақбай деп айтады. Ол қазақбай бола алмаған адам, ол қазақ емес. Ол сонда біз мысалы бүкіл өмірдің шындығын айтқан, сонау Қызыл империяның кезінде ешкімнен тайсалмаған Бауыржан Момышұлылар, Шона Смаханұлы әл үйге кіріп, балаңды қазақша берсеңші, ертең оның болашағын ойласаңшы, біздің тіліміз ғой, дәстүріміз ғой деп жүрген адамдар, сол ағымға қарсы шыққан адамдар, сонда олар не ақымақ болған ба? Мысалы айтқанда, біздің үлгі алатын адамдар толып жатыр. Сол сияқты Абайдың өзінде бар. Адамды жақсы көру деген не дейді? Ол егер сен оған күл болмасаң бүл бол десең, яғни сен адамды жақсы көре алмайсың. Сен өзіңнің ұлыңа, бауырыңа қалай жаның ашиды, әр қазаққа сенің жаның ашу керек. Оның ұрпағының болашағына жаның ашу керек. Міне сонда жаңағы жақсы көру деген осы. Жаман жолы болса айту керек, жақсылығын жақсы деп айту керек. Сондықтан әр адамға жан ашу, соған алаңдау өзің туғаныңдай болып. Яғни жақсы көретін жақсы адам осы деп есептелінеді. Ал бізде қазір құндылықтар өзгеріп кеткен ғой. Үндемейтін адам, ештеңені айтпайтын адам жақсы адам. Ешкімнің көңілін қалдырмаған адам жақсы адам. Сонда Асқар Тоқпановтар. Асқар Тоқпанов болса қазіргі отырған Асекеңдер, Тұқаңдар, осындай ұлы актерлар,
ондайға деңгейге жетпейтін еді. Ол кісі сахнада қолап жүретін. Ей, қаннан садаға кетсең, мысалы айтқанда, сен анау Сталинді ойнайсың, Сталиннен садаға кет. Сондай қамшылау арқылы тоқпағын көрген актерлар қазір үлкен биік деңгейге жетті, Асекеңнен бастап. Тәрбие ғой ол. Оған ешкім өкпелемейді, өйткені ол шындықты айтады. Сондықтан сондай ақсақалдар керек қазір бізге. Қазір біз ақсақал болдық, мысалы мен ойлауым керек, театр пенсияға шықтым. Қазір бірдеңкені айтып қойсаң ғой, мен театрдан шығарып жіберіп бала шағамды. Ертең ұлым актер болып жүр, оған кесір тиеді деп ойлайтын болсам, онда маған өнерге келудің керегі жоқ. Ертең күні мен өзімнің ғана ыңғайыма қарай жығылсам. Оны жасай алмаған актер, тұлғалық қасиеті қалыптаспаған актер өнерде де ол тұлғалық қасиеттерді ойнай алмайды. Өйткені адамның бүкіл жан дүниесі сол өмірдегі қалпы өнерге сол ойнаған рөліне келу керек. Сондықтан да жаңағы нәрселердің бәрі осы өнер арқылы қалыптасады. Сондықтан енді ол жағдайлар өте көп. Маған енді ешкім менен ұсыныс сұрамайды, бірақ мен айтып өткен ақынды арман бар ма дегенде бәрін айтып жүрмін. Неше түрлі жағдайлар кезінде, мына 31 май мысалы репрессия құрбандарын еске алу күні. Сол кезде Шәкен жұлдыздар деген фестиваль болды мысалы. Ол кезде жаңағы келген, мен соны газетте жаздым. Бұл не деген сұмдық? 31 май біздің репрессия құрбандарын еске алу күні. Осы ұлт үшін, тіл үшін соған жанын берген адамдарды біз еске алып, аруағына бас иетін күн. Репрессия құрбандарын еске алу. Біз ол күні Шәкен жұлдыздарын деп той жасаймыз, шетелден жаңағы жұлдыздар келеді, олармен стақан соғыстырып, жаңағы тойлаймыз. Не, басқа күн жасауға болмай ма сонда? Осыны газетте жазды мысалы. Болмаса жаңағы Қызылордадан ракета жарылды. Мен өзім ракетный войскада служит еткем. Ракета ұшқан кезде бізді казармаға бір жет тығып тастайды, шығуға болмайды, денсаулыққа зиян. Ол жерде гептил жарылды Қызылорданың үстінен. Бір атақты бір ұшқышымыз, халық қаһарманы, сөйледі. Ол ешқандай да зияны жоқ гептилдің деп. Сонда не деген сұмдық? Сонда бұл халықтың үстінен гептил төгіліп жатса, анау өзінің карьерасы үшін осындай сөз айтады. Осындай нәрселерді мен көп жаздым. Қазір мысалы 30 май күні Шәкен жұлдыздары мысалы тойланбайды. Енді мен оған себебім бар ма, жоқ па білмеймін. Бірақ соны мен айту менің жаңағы өзімнің азаматтық борышым деп ойлаймын. Егер мен оны айта алмасам, онда несінше мен мына абай болып толғанамын. Онда мен өтірік абаймын, жасанды абаймын. Ондай нәрселер менде өте көп. Тіл туралы болсын, басқа да болсын. Өткенде бір депутат келді театрға. Келгеннен орысша сөйлейді, кеткенше орысша сөйлейді. Содан орнынан тұрдым да жаңағы айтатын сөзімді айтып, неден шығып кеттім жаңағы отырыстан. Директормен жүргізіп отыр. Артынан бүкіл актерлер шығып кетті. Тұқаң да, Бекжан да, Дулыға да бәрі Болат аға дұрыс дедіңіз деп бәрі артынан шығып кетті. Біз солай өзіміздің ішкі ойымызды айта алмасақ, мына биліктің мүшелеріне. Ол жаңа үлкен бір депутат кісі, бір ауыз мемлекет тілде сөйлемейді ғой. Қалай жүрегің ауырмайды? Осындай заманда мен айтмай, бүгін күнді білесіз бе қандай күн екен? Бүгін қасиетті күн. Сондай үлкен нелерді еске алатын күн. Осы тіл үшін, не үшін? Ал сен отырсың да, қайда келдің сен өзің? Бірінші мына шаңырақ қарасаңшы, қайда келіп тұрсың? Сен ұлттық театрға келіп, әуезов театрына келіп осындай сөз айтсаң, сен басқа жерде не айтпайсың мысалы? Деген сияқты. Осындай нәрселерді біз айтуымыз керек, қарсы шығуымыз керек. Өйткені біз сол қоғамда өмір сүріп жатқаннан кейін, біз соған қарай халықтың айтқан ертең тыңдамайды. Мені тыңдайды, өйткені мені таниды. Көшеде кетіп жатқан бір адам баласымен шөлдіріп барса, тоқтата қаламды айтамын. Айналайын, мына тілде қанша әріп бар? 32 әріп бар. Мына қазақ тілде қанша әріп бар? 42 әріп бар. Айналайын, сен мына бай тіл, менсінбейсің, ана Тұран одағы біздің тілді алып отыр, ең бай, ең құнар тіл деп. Неге сен өзіңнің ұрпағыңды өзінің ана тілімен сусындатпайсың деген сияқты. Ол көшеде мен күніне 4-5 рет лекция оқимын. Оған мен арланбаймын, өйткені ол адам маған айта алмайды, өйткені мені танып тұр. Басын тыңдайды. Мен сол айтқан 5-6 адамның ең құрмасы 1-2 миына сол жетсе, өйткені мен ойымды жеткізе аламын. Оны тіл тұрып айта аламын, дәлелдеп тұрып. Сонда ол жетсе, маған сол үлкен жаңағы бұл күнгі менің бір жақсылап ұйықтайтын күнім. Жаңа қазақилықтан қазақ тіліне қарай келдік қой. Мен енді өз басым қатты жақсы көретін тақырып, себебі қазақтың ұлы болғаннан кейін, ұлттың ұлы болғаннан кейін тілдің мәселесі әрбір қазақтың ұлы үшін де, қыз үшін де өте күрделі мәселе, маңызды мәселе. Былтырғы жылдан бастап мен қазақ тілі қоғамының вице-президенті болып тағайындалған болатын. Енді мынандай бір соңғы уақыттарда сізбен ойыммен бөлісейін. Мен бір тағы да азаматтармен ақылдасу барысында
бізде қазақ тілінде мүлдем сөйлемейтін азаматтар бар елімізде. Қазақ тілін шала жансар жартылай білетін шала қазақтар бар. Олардың барлығына жаңа сіз айтпақшы қазақша сөйле деп айтып келе жатырмыз. Бірақ мынандай ой туады. Енді соларға энергия бөліп, уақыт бөліп, басты ауыртқаннан қарағанда қазіргі дүниеге келіп, қазіргі өсіп келе жатқан балалардың қазақ тілінде білім алып, қазақ тілінде тілі шығып, қазақ тілінде сөйлейтін деңгейге жеткізуге күш салу артығырақ болашақта мүмкіндік бере ма деген бір пайымдамалар пайда болады. Сіздің ойыңыз қалай? Себебі қазіргі таңда 20 миллион халықтың 70%-ы 14 миллионы қазақпыз. Сол 14 миллионның барлығы сөйлеп тұрған жоқ. Ал болашақта бір 5-10 жылда 25 миллион болармыз, жақсы өсетін болсақ. Сол кезде біз тіпті 70 емес 80% қазақ болармыз. Сол кезде 20 миллион қазақ болармыз. 20 миллион қазақтың барлығы 10 жылдан кейінгі 10 жастағы балалардың барлығы таза қазақ тілінде сөйлей алатын мүмкіндік туатын болса, онда қазіргі біздің қорытып жүрген энергиямыз далаға кетпей, керісінше қазіргі өскен балаларды осы нәрсеге тәрбиелеуге, қазақша сөйлетуге күш жұмсасақ, қай жақты таңдаған дұрыс болар деп ойлайсыз? Енді бұл сұрақты мен енді түсінгенімді айтайын. Жалпы мынау енді үйді саласың. Мұның іргетасы мықты болған үй, ол мықты болады. Яғни сенің ана тілің өзіңнің ұлт ретіндегі, ол сенің іргетасың. Сен ол егер іргетасың дұрыс болмаса, мұны қабырғасын қалай әдемі салсаң да ол үй ертең құлайды. Яғни сен бірінші кезекте өзіңнің ана тіліңді біл, екінші кезекте ағылшын тілін біл, орыс тілін біл, қытай тілін біл, біле бер тілдерді. Оған ешқандай қадір жоқ. Ал енді сен фундаментіңді дұрыс салмай, өзіңнің ана тіліңді білмей тұрып, басқа тілмен сенің тілің шығатын болса, басқа тілде сөйлейтін болсаң, сенің ертең ол салған үйіңнен ешқандай пайда жоқ. Сондықтан да сол бала кезден құлағына құйып іңгәлап, бесік жырын тыңдап, мынау әке институты, ата әжелер кезінде қалай тәрбиеледі бізді. Соларды әлдилеу, бесікке жатқызу, сол кішкентай кезден құлағына сол даналық сөздерді айта отырып, баланы кішкентай кезден соны тілін ашу, ол енді біздің жаңағы, өйткені бізде көп жағдайда қазіргі заманда аталардың орны жоқ. Былайша айтқанда ер азаматтың орны қазір көмескілеу. Өйткені бар ғой, қазір көп жағдайда ер азаматтар шешпейді көп нәрсені. Көрдіңіз бе? Мысалы, мен өзім өнер адамы ретінде айтатыным, біз бұған тікелей кінәліміз. Мысалы, біз кино түсіреміз, айталық. Бір жеңіл-желпі комедияны түсіреміз, бір шал отырады, сүмірейіп. Мына жерде бір кемпір отырады, бұлай екі иығын жұлып жүріп. Ей, шал десе, ана байғұс мынаның астына кіріп кеткендей қорқады. Біз содан күлеміз анаған. Ал күлкілі емес, ол қасірет. Не оны келіні тыңдамайды, не баласы тыңдамайды, оны шешесі тыңдамағаннан кейін. Яғни ол қадір кеткен шал. Яғни сол арқылы біз еркектің қадірін түсіріп жатырмыз. Образын, керісінше ол қазыналы қарияларды көрсетуіміз керек. Бір қарағанда ұшып тұратын, бір айтқан сөзді орындалатын. Сонда ана өсіп жатқан ұрпаққа ол әсер етеді. Ал қазір өсіп жатқан ұрпақтың бәрі анасына қарайды. Анасы бастық болып кеткен, анасы шешеді бәрін. Әкенің орны жоқ. Осының бәрі жаңағы ақсақалдың орнын түсіріп тұр. Ақсақал деген кім ол? Ақсақал деген бүкіл ұлтты ойлайтын, елді ойнайтын, болашақты ойнайтын адамды ақсақал дейді. А біз шал деген кім? Шал деген жаңағы күнде таңертең қай жерде шай ішем, түсте қай жерде барып өсік айтам деген сияқты ұсақ түйек адамдарды шал дейді мысалы. Біз шалдарды емес, сондай ақсақалдарды көрсетуіміз керек. Бір ақсақал бір ауылды билеген, бүкіл рул елді аузына қаратқан. Солардың несін көтеру арқылы біз сол ер азаматтардың несін көтереміз. Сол арқылы тәрбие де келеді. Сондықтан да осы әлгі күлгенге күле бағу деп қазіргі мына киноға келген көп жастар, жас режиссерлар, олардың мықтылары да бар, жүлде алып жатқандар да бар. Бірақ солар сол ең бірінші орында мен қазақтың режиссерімін. Мен қазақтың өнерпазымын. Мен қазағымның дәстүрі ешкімде жоқ. Ана Жапония өзінің дәстүрімен бүкіл әлемде өзіне қаратып отыр. Сондықтан мен осыған қызмет етуім керек. Кез келген оқиға сол дәстүрмен байланысу керек
деген сияқты әңгіме болу керек. Мысалы, мен жаңа өзім жазған Жанеке қазағың қайда барасың пьесада ана жылайтыны бар, Құран ұстап тұрып, ей қызым, бұл ұрма, бұл Құран ғой, Құран ғой. Әр қазақтың үйінде қасиетті үш нәрсе болу керек. Ең бірінші қасиетті Құран кітабы, екінші кебін дейтін ақ матасы, үшіншісі қамшысы. Бұл қамшы деген дәстүр. Бізді 70 жыл бойы орыс қылғысы келді, 30 жыл бойы араб қылғысы келеді. Бірақ соның бәрінде бізді қорғайтын осы дәстүріміз, мына қамшы деп, мысалы, сол қамшы арқылы мен бүкіл қазақтың дәстүрін сол жерде келтіремін ғой енді. Сол сияқты сол дәстүрді біз ұстауымыз керек. Ал егер ол дәстүрді ұстамасақ, онда біз тамыры жұлынатын өсімдікпіз. Сондықтан да бұл жерлерде осы тәрбиеге үлкен мән беру керек. Енді жаңа балаларды біз кішкентай кезден сол мемлекеттік тілде, ана тілінде сол өзінің ана сүтінің мәйегін жаңағы тәрбиелегендей болып жасамасақ, онда біз кеш қаламыз. Егер ол 10 жасқа дейін басқа тілде тілі шығып кеткен баланың, ол табиғаты басқаша болады. Сондықтан ата әженің институты бізге соны қайтадан кіргізу керек біздің негеше. Атаның, сондықтан да менің түсінігімде баланы бала кезден сол ана тілімен ашылу. Ол қандай ортада өссін. Соны ана әкеші алдала ойлау керек. Болат аға, жақсы айтып отырсыз, толық келісем. Енді жаңағы ақсақалдар, абыздар институты, қариялар, одан кейін жаңағы ата мен әженің баланың қалыптасуында, тәрбие алуындағы рөлі ерекше екендігі түсінікті. Енді негізінде былай қарап көрсек, бізде қазақта ата жұрт деген түсінік бар. Ата кәсіп деген бар. Ата баба деген бар. Бірақ ана жұрт деген жоқ. Ана кәсіп деген жоқ. Ал айланып келген кезде бізде ана тілі деген сөз бар. Ата тілі демейміз ғой, ана тілі дейміз. Жаңа сіз жақсы сол нәрсені айтып кеттіңіз. Бәрібірде балаға тіл, тәрбие анасының сүтімен, мәйегімен беріледі деп. Қазіргі таңдағы енді жас аналарға, қыз келіншектерге осы нәрсенінде бір қатты астын сызып, өзіңізге бір ақсақал ретінде айту керек сияқты. Себебі біздің қыздардың көпшілігі өздері қазақ тілінде сөйлеп, орыс тілінде жетік болмаса да, сол өзінің орыс тілінде жетік болмағандығын ескере отырып, балаларын орыс балабақшасына беріп, орыс мектебіне беретін сәттер бар. Негізінде, шынымен де, егер де бізде қазіргі қоғамда ақсақалдың рөлі, әкенің рөлі қатты бір жақсы деңгейде болмай, осалсынып тұрған сәті болатын болса, онда бізге сол қыз келіншектерімізге, аналарымызға ұлттың болашағына қазір қосатын үлесі бар сияқты қалай ойлайсыз? Ол енді тағы да жаңағы әйелі мен еркектің арасында қарым-қатынасты айтуға болады. Қазақта сөз бар ғой. Балаңның патша болғанын қаласаң дейді, ұлыңды, күйеуіңді ханыңдай күт дейді. Өйткені жаңа тәрбие деген осыдан келіп тұр ғой. Сен қаншалықты күйеуіңді сыйлайсың, бала соны көріп өседі. Ал егер сен қаншалықты күйеуіңді төмендетесің, күйеуді жеңдім деген әйел ол ақылсыз әйел. Күйеуді жеңбейді, ол керісінше күйеуді жеңдім деген адам өз өмірден жеңіліп тұр ғой. Ол өйткені ертең ана жаққа барғанда да бірінші сұралатын нәрсенің біреуі күйеуіңнің разылығын алдың ба дейді. Яғни ол күйеу оған қарсы шықпаса да, жуас болса да, оның ішінде бәрібір қарсылық болады. Ол нәрсе әйелдің жалпы өзіне. Мен мысалы жақында бір кластасым Қайрат деген ауылда пенсияға шыққан жоқ, соның тойына бардым. Сонда мен ол жігітті ерекше сыйлайтыным, үйінде әйел мен еркектің қарым-қатынасы маған ерекше ұнайды. Толқын деген жолдасы бар. Жаңағы Толқын қазір қарасаң қыздай. Мен күлдім, мына Толқынды қазір сахнаға шығаруға болады дедім. 60-тан асқан адамдар ғой енді. Сонда неге? Өйткені Толқын еш уақытта Қайратқа қарсы келмейді. Қайрат жай ғана ауылда мал бағатын, жай трактор айдайтын қарапайым еңбек адамы. Ал Толқын соны қанындай күтеді. Жаңағыншы. Мен айтамын, көрдіңдер ме деймін, басқа класстар әйелдерін айтып отыр. Мен Толқын қандай әдемі? Өйткені бұл күйеуін солай сыйлағандықтан өзі сақталды, осындай қыздай болып сақталды. Ал сендер өздерің қараңдар. Қандай болып кеттіңдер? Өйткені сендер күйеуді басасыңдар, өздерің бастық болғыларың келеді. Сол арқылы күйеудің қарсылығы сендердің денсаулықтарыңа, жалпы әйелдің кесін келбетіне, мына бүкіл несіне әсер етіп жатыр деп жаңа психикасына. Мен сол үшін, сол отбасындағы сол қасиет үшін, сол уақытым болмаса да 5 шақырым жерге жаңа тойына барып, 1 сағат болдым да осы сөзімді айттым да қайттым. Мысалы енді. Сондықтан осының бәрі қарап отырсаң, осының бәрі сол жаңағы әйел мен еркектің арасында қарым-қатынас. Әрине болады. Мысалы, оның да өзінің бәрін бір немесізға болмайды. Мысалы айтады, жақсы әйел жаман еркекті өрге сүйрейді. Жаман әйел
жақсы еркекті көрге сүйрейді дейді. Сондықтан әйел еркекке не бақ болып келеді, не сор болып келеді деген сөздер бар. Сонда мысалы оның да бір жағы бар. Кейде мысалы ер азаматтар сондай намыссыз болады да, әр маманды есінде. Әйелге сеніп алған қыз балаға ше, қыз балалар кішкене активный болады ғой. Соған анаған бүкінен беріп қойғанда өзі керісінше көлеңкеде қалып қалады. Ертең ол әйел ана күйеуінен ешқандай не жоқ, ықпал жоқ. Отбасын асырау үшін оның жағдайын қарайтындай әке болып балаға ондай образ көрмегеннен кейін амал жоқ. Кейбір әйелдер қол қалады соны. Ондай әйелдерді де қуаттауға болады. Көрдің бе? Ондайлар да бар. Сондықтан жаңағы бәрін әйелге жаба бермеу керек деп айтамын да мен. Мысалы сен әйел сені егер өзіңде бір ынта болмаса, сені бүйтіп төбеге шығаратын әйел пайғамбар емес. Сен өзіңде болу керек. Еркектің өзінде ер азаматтық, ол яғни табиғат ана жақтан қалыптасу керек. Ана жақта өзінің анасы билеген, бұл жігіт соған үйренген, тек ана несімен иманда келгенде де ол сол нені ұстанады, ол болмайды ғой. Сондықтан да жаңағы бәрін әйелге жаба бермеу керек. Еркектің өзі соған талпыну керек. Абай айтады ғой, байлықты кедейлік жаратқан Құдай дейді. Бірақ бай қылған кедей қылған Құдай емес дейді. Маған бер дейді Алла тағала. Саған Абай айтады, берді ғой дейді. Күш қуат берді, ақыл берді, ой берді, парасат берді. Соны өзің мамандығының биігіне шықпайсың ғой. Міне саған Алла беріп отыр. Сен түк істемей жатып алсаң, қайдан келеді саған? Ол масылдық. Ал еңбек етсең, сол Алла берген күш қуатты сол еңбек етуге келсең, сен яғни биігіне шығасың. Ауру болсаң, ауруды жаратқан Құдай дейді Абай. Бірақ ауыртқан Құдай емес дейді. Алла тағала саған дене бітіміңді берді ма, саған аманат. Сен сол аманатқа қиянат жасама. Bir жерің ауырды ма, емдел, шөпті жүгір, тауға шық, таза ауамен, таза су іш. Жаман нәрсе қарай апарма өзіңді. Өзіңді жаңағы ұзақ жасауға қарай бағытта. Қолынан келеді ғой. Сен жалқау болып жатып, тек денсаулық бер десең, ол қандай денсаулық болады? Сондықтан да адамның өзінің талпынуына байланысты. Сондықтан ер азаматтар да сондай намысты болу керек. Солай әйел сезіну керек, бір асқар таудың қасында тұрмын. Ертең мен қиналсам да осы маған пана болады деген сезімде болу керек ер азаматтар. Сондықтан оған намыс керек, мінез керек. Ол еркек көзден шық болса, әйел байқұстар бала үшін шырылдайды. Баласын өсіру керек, оны ештеңе аш қалдырмайды ғой. Амал жоқ, бел шешіп соған кіріседі. Сондықтан да ол бір кеме мысалы бара жатыр, капитаны біреу деп айтамыз. Әрине, ол екі капитан болса кеме суға батады да мысалы. Ал енді сен сол кезде амал жоқ екінші адам жүгіреді, ана адам. Сондықтан ер азаматтарымыз да намысты болу керек. Одан да тек бірақ сіз немесе суға болмайды. Сондықтан да ең бастысы шындап айтқа келгенде сол отбасынан алған тәрбие ғой. Енді екі капитан болса да кеме суға кетеді, капитан жоқ болса да кеме суға кетеді. Сонда бәрібір бір капитан болу керек. Менің сізден шығарғым келгені, сізге айтқызғым келгені, баланың тәрбиесінде енді әртүрлі жанұя бар, әртүрлі ер азамат бар, бірақ та балаға тіл тәрбиесін беруде, баланың тілін шығару кезіндегі ананың рөлінің маңызды екендігін, соған қазіргі кездегі жас аналарымыздың мән беріп, қалай болған күнде де балаларының тілін ана тілінде шығарып, өзінің тілінде шығарып, одан кейін сіз айтпақшы жаңағыдай 5-6 тілді үйрете берсін. Осыған мән бермей қалатын сәттеріміз бар. Ананың қолында ғой, сен соны баланы емізіп отырып, оны тербетіп отырып, бір қазақша бір нені айтшы. Ананың құлағына сіңісті болады. Бала оны еш уақыт ұмытпайды. Ананың әлдие бөпемай деп жаңа ата-бабаларымыздан келе жатқан нәрседе айтшы. Ана бала міне тіл шығу деген осы. Құлағына сіңісті болады. Сол арқылы жан жүрегі қабылдайды. Сол арқылы ол содан қалыптасады ғой. Ананың дауысы ең жағымды дауыс бала үшін дейсіз ғой. Керемет, Болат аға. Енді өзім кәсіпкер болғаннан кейін әңгімелескен адамдардың бәріне қоятын бір сұрағым бар, дәстүрлі түрде. Енді сіз Совет үкіметінің азаматы болдыңыз, сол жақта тудыңыз, өстіңіз, кейін өзгеріс болды. 90-шы жылдардың басында басым көпшілік адамдардың әртүрлі кәсіппен айланысқысы келді. Сіздің өмірде кәсіпкер болуға барған сәттеріңіз, немесе кәсіпкерлікпен айланысқан сәттеріңіз болды ма? Енді бір сәттер болған, енді ол енді бала-шағаны асырау үшін бәрі істейсің ғой. Бір кездерде бір театрдан шет қалған кездерім болды, өнерден шет қалған кезім болды. Ол кезде кино түспейді, ешқандай не жоқ. Сондай кезде мысалы мына базар жағалаған кездерім болды. Енді көп уақыт емес, аз уақытта. Сол бала-шағаның қамы үшін.
Сондықтан оны да көрдік. Оған мен ешқандай да намыстанбаймын, арланбаймын. Еңбек ету деген қандай еңбек етсең де, ол еңбек. Оның бәрі еңбекпен келеді. Сондықтан да мысалы мен армиядан келдім, жағдай өте қиын. Квартираға төлейтін ештеңе жоқ. А мен не істедім? Мен квартира алдым, бір тиынсыз жаңағы біреудің үйіне ақшаңды беремін деп кірдім, бала шағамды кіргіздім. Қасымызда зоопарк бар. Зоопарктың ішіне бар, дворник орналастым. Өзім театрда істеймін, жастар театрында. Сонда жаңағы бір жерлер 70 сом, бір жерде 75 сом, бір жер 80 сом екен. Ол ең үлкен жер, аюдың тұрған жерді. Сонда жұмыс істегендер жазда істейді екен, ол кезде жұмыс жоқ, сон күзге қарай бәрі шығып кетеді екен. Жапырақтар көп түседі ғой. Оны тазалау өте қиын. Сонымен жаңағы ең ауыр жерді алып алдым. Таң сағат 5-те тұрамын да, келемде жаңағы жапырақ тазалаймын. Мөшек, суланған жапырақ, күзде жауын жауды, ауыр ол, оны анау жаққа апару керек. Сыпырасың. Ал менде 9:30-да менде би сабағы басталады театрда. Мен сонда сағат 5-тен 8-ге дейін 3 сағат, 2,5 сағатта мен ана жерді тап-таза қылып тазалаймын да, үйге қарай жүгіремін. Келе саламын да, апыл-құпыл шайына саламын да, 39 такси жүреді, ақша жоқ, 39 деген автобус жүреді. Жүгіріп ана автобустың артынан таудан жүгіріп келе жатамын, ананы көремін қазір кететін уақыт. Кіріп үлгеремін, театрға 9:30-да жаңа би сабағына барамын. Би сабағынан шығамын да 11-де репетиция басталады. 2-ге дейін кешке спектакль, ол уақытта жас кезде бәрін ойнайсың ғой. Сонда мысалы мен сол сөйтіп бір жыл жүріп, сондай 2 жерден жұмыс істей жүріп, мысалы немді асырадым, бала шағамды асырадым. Болмаса студент кезімде мен бір үйдің жалғыз баласымын дедім ғой жаңа. Еңбек етіп жүріп, Запорожец сатып алдым. Ол уақытта Запорожец сатып алу деген қазіргі айналайын үлкен машина ол. Ол уақытта мен оқыған атақтылардың балалары оқыды. Асекеңнің баласы, мына Жанбай Жанбаев, Әнуар Бойжанбаевтың несі, басқа да Әкім Таразидың қызы. Мен көп енді үлкен атақтыларым бар. Оларда велосипедте болған жоқ. Мен қойшының баласы, менде Запорожец машина болды. Мен соны еңбегіммен таптым мысалы. А мен сол машинам бола жүріп, мен Розбакиева Жандосовада роводы болды ол кезде. Сол ровода 16 пеш бар. Сонда таңертең ерте сабақтан тұрамын, жүгіріп барамын да, трамвайлар ол уақытта тоқтамайды, остановка, адам жоқ. Оған қарамаймын, артынан жүгіріп барамын да, рельстен жабысып аламын, сөйтіп тура трамвайымнан Жандосов Розыбекке келеді, ол жерден жүретін рельс. Секіріп түсіп қаламын да, киімді балаларға беріп жіберемін, сендер сабаққа апарасыз. 8:50-де сабақ. Жаңағы 16 пешті жағамда, роводының 16 пешін жағамда. Сол жерден жаяу кроссовка спортивкамен жүгіріп Советский 22-ге келемін, өнер академиясына. Келемде бір душ қабылдап аламын да, жаңағылар киімді алып келеді, киініп аламын да, мысалы жаңағы сабағыма келемін. Болмаса қасымдағы балаларды саяқтардан суырып аламын, суббота воскресенье. Не жатсыз? Ақша деген жетеді менде. Бірақ сонда менің мақсатым өзіңді өзің шынықтыру керек. Өзіңді өзің әкең ақша берді екен деп, болмаса мынаны машинам бар екен деп емес. Керісінше жұмыс істеп адам шынау керек деп, жаңағы шампанский заводқа барамыз, маргарин заводқа барамыз, көмір түсіреміз, вагон бар. Соның бәрі еңбек. Ол деген кәдімгі адамды шынықтырады. Армияға барған деген ол үлкен мектеп. Армия ол уақытта армияға бармаған жігіт емес деп есептемейтінбіз біз. Біз армияға баратынбыз сұранып тұрып. Сондықтан да Сағи Әшімовтің өзімен курстасым армияға барды. Ол кезде олар госпремия, Шоқанды ойнаған. Сондықтан да ол уақыттағы қазір құндылықтар өзгеріп кетті. Мен жаңа Жанеке деген пьесамда осының бәрі айтылады. Армияға бармай қашып жүрген мамкин сыноктар, егер ол жаққа кеткен қазақтың қызы шетелдің азаматтан тұрмысқа шыққан, одан туған ұрпақ қазақ болмайды. Ан жаққа туса сол жақтың азаматы болады. Қазақ мүддесіне, қазақ мемлекетіне қызмет етпейді. Сонда мына ата бабамыздан қасиетті киелі жерді кім қорғайды деп шал еңірейді. Қарындастан айырылған жаман екен, қара көзден өлтіріп жас келеді деген бабаларымыз бізге бұны кешпейді. Ол ер азамат үшін ең қасіретті, әке де шеше де өледі, бауыр да өледі, еркек тоқты құрбандық, елін қорғап. Ал қарындастың қорлануы, біреудің қанжығасында кетіп, біреудің шұлғауын, аяғын жуу, одан өткен қасірет жоқ. Жауыңның күңі болған сенің қарындасың кеткеннен. Сондықтан біз деп жаңағы шал еңіреп тұрып жылайды, жаңа мен өзім жазғам соның бәрін. Қазіргі проблемалар ғой енді құндылықтар. Сол сияқты осындай нәрселердің бәрі кәдімгі мен бала кезден қалыптасқан еңбек ету, өзіңді өзің шынықтыру, өзіңді өзің жетілдіру, ол жаңағы кәсіпте осының ішінде бар. Проводникті болып істедік студент кезімізде. Соның бәрі маған актерлық неме өте көп көмектеседі. Сен өмірден қаншалықты әр нәрсенің басын шалып, әр нәрсені тәжірибе жинайсың, ертең сен соның бәрін ойнайсың. Ертең сахнада осыған көмектеседі. Енді ойнау өз алдына шығар деп ойлаймын, Болат аға. Сіздің қазіргі айтқан әңгімеңіз өте әсерлі, себебі енді бізге демеуші, қолдаушы, меценат деп көп енді
өнердің әртүрлі жағында жүрген жас жігіттер келеді де, сонда көбінің сөзі менде керемет дауыс бар, бірақ та қаржылық мүмкіндігім жоқ, талант бар, таныс жоқ деген сияқты сөздер айтылған кезде, жаңағы осы сіздің айтқан мысалдарыңызбен жауап бергіміз келеді, бірақ та ол балалар дұрыс түсінбейтін шығар деп ойлаймын да, себебі енді біз бірдеңкені қызғанып отырған сияқты қалыптасады, бірақ шынымен де адамның өмірде тапқан табысын қалыптастыруы, содан кейін сол тапқан табысын ары қарай өмірде дұрыс жарата білуінің өзі бала күнінен берілген тәрбие бір бөлек, одан кейін мінезбен арға жалғасады ғой болады, сол емес пе? Ол дауыс деген есекте де бар. Бірақ дауыстың жандылығы, жаны ұшып шығып, ана отырған 500-700 көрерменді өзіне қарату үшін дауыста энергетика болу керек. Ал энергетика қайдан келеді? Сен жаныңды қинасаң өмірді, қиындықты көрсең, сонда сенің жүрегің соғады. Жүрегің соғылып арқылы сен жүректен жүрекке жеткізесің. Дауыстың энергетикасы деген сол. Сондықтан да ана отырған көрерменді тырп еткізбеу үшін сенің үнің бірінші орында тұрады. Сенің сөзің. Ал енді құр дауыс, жансыз дауыс, ешқандай қиындық көрмегенсің, жай ғана әдемі дауыс, ол адамды жалықтырады. Сондықтан да адамның жүрегі мен дауысы, ішкі қуаты сонымен байланысқан кезде актер кәдімгі жарқылдаған алмас сияқты болады. Әнуар Молдабеков деген актер бір рөлді ойнағанда ең соңғы рет ойнайын деп жатқан сияқты ойнайды. Өмірдің өзінде ол жай жүрмейді, сабырмен жүрмейді. Осы келе жатқанда өзінің екі иығын жұлқып жеп, осы бүйтіп деп өзін өмірде ол ана рөлге өзін бағыттап жүреді, өзін оятып жүреді. Актер деген сол, бүкіл сезімінің бәрі ояу болу керек. Бір ағаш тұрады, бір бұтақ сынып тұрса, жай адам өте шығады. Ал актер ойланады, мына байқұстың қолы сынып тұр ғой, мұнда жаны бар ғой, анау жылап тұр ғой ана. Міне актердің осындай қасиеттер, неғұрлым сезімталдығы, сезінуі, қасындағы жан жарыңның, балаңның, туысыңның, көршіңнің, ағайын туыстың жан жарасы соны түсіне білу. Ең басты адамның түсіне білу үшін адамда сана керек. Соның орнына өзін қоя білу керек. Актерде осындай қасиеттер болмаса, ол сахнада кез келген образ ойнай алмайды актер. Тек қана жаңағы бір штампованный бір рөлде өзінің қалыптасқан табиғат Болат Әбділманов осындай, тек қана осыны ойнау керек. Ол 5-6 рөлден кейін көрермен сені қабылдамайды. Әр рөлге әртүрлі мінездің нелері керек. Сондықтан да актер өзін өмірде солай қалыптастыру керек. Өмірде солай кәдімгі жан дүниесі, энергиясы, энергетикасы кәдімгідей тұру керек. Біздің батырларымыз соғысқа шыққанда біз ойлаймыз, шыға қалтады тек қылыштас. Жоқ, олар алдымен бірінші тұрып, бірімен бір сөзбен сындырады бірін-бірі. Психология жұмыс істейді. Ей, сен кімсің, қазақ? Сені 100 жыл бойы менің ата-бабам табанның астында таптаған, сен қандай көкірек шықты саған? Мына одан сайын шығады, сол атамның кегін аламын мен сені. Сені осы сол дәрсімен бірін-бір сындырып, содан кейін барып жаңағы жекпе-жекке шығады. Сондықтан екі жағынан бірдей болу керек та, кейін сол батырлар, кейін бабаларымыз ертең үлкен би болған мысалы. Өмірден көрген тәжірибесімен, өмірі мен өлімді қатар көрген. Сондықтан да актер жай жүрмеу керек. Жай барақат. Жас, мен айтамын жастарға, жасыңа жетпей шал болмасаңшы. Шал боласың кейін. Асықпа дейсің. Асықпа, қазір жан, от болмасаң жоқ бол дейді өнерде. Жан. Айтпесе құр жай ғана бидеп жүрген, ол ертең сахнада да ойнай алмайды. Сондықтан да мен актер ретінде айтып отырмын, кез келген адам жұлқынып тұрсын деген емес, әркім өз мамандығына байланысты. Барлығына қатысты сияқты ол. Солай ма? Ол қай кәсіпті істемесең де, қай жұмысты істемесең де, ол жанын шығарып тұрып істемейтін болса адам, нәтиже болмайды ғой. Мен айтамын, бүгінгі істі ертеңге қалдырма дейді. Бүгін істелетін істі бүгін істе. Тайм-менеджмент дейді оны. Енді кәсіптің тілінде оны тайм-менеджмент дейді. Болат аға, сізбен бір әдемі, әсерлі әңгімелестік. Өзім риза болып отырмын, жаңа соңғы айтқан сөздеріңізден өзім делбем қозып, жекпе-жекке шыққым келгендей болды. Оның бәрі сіздің жаңағыдей өзіңіздің образыңызды, маңайыңызда кіммен әңгімелессеңіз де, кімнің алдында өзіңіздің рөліңізді сомдасаңыз да жеткізе алатындығыңыздың тағы да бір дәлелі, нәтижесі деп ойлаймын. Болат аға, уақытыңызды бөліп әңгімелесуге, оның үстіне камераның алдында ашық әңгімелесуге келіскеніңіз үшін алғысымды айтамын. Өмірде әлі талай әңгімелесетін сәттеріміз көп болады деп сенемін. Болат аға, сізге зор денсаулық тілеймін. Кемінде жүр жасаңыз, сіздей еліміздің ағалары болу керек, сіздей рухты болу керек, сіздей көрген жерінде, жүрген жерінде қазақты оятатын, қазаққа қазақилықтың жолын салып беретін ақыл дайын болашақ абыздарымыз көп болса, нұр үстіне нұр деп ойлаймын. Болат аға, аман болыңыз. Көп рахмет сізге. Рахмет. Мен мына ерекше сендей сияқты азаматтарға риза боламын. Бай адам бар бізде, баршылық. Қазақта сөз бар ғой.
батырлықтан не пайда, жауға найзаң тимесе, байлығыңнан не пайда, халқыңа пайдаң тимесе дейді. Тек қана өзінің қарынын қамын ойлаған, тек қана өзінің ғана отбасын ғана ойлаған адам, ол ертең оның қайрамы болмайды. Халқыңмен бөліс, сен сол тапқан байлығыңды, еткен еңбегіңді осындай руханиятқа жұмса, халықтың болашағына жұмсаған адам, біздің Алаштың арыстары осыны көрсетіп кетті. Алаштың арыстарын демеуші болған адамдар бар. Мен соның біреуінің рөлін ойнадым. Сондықтан да осындай азаматтар сен сияқты көп болса, біздің елдің де, мемлекеттің де болашағы зор болады. Өйткені нағыз жауапкершілік нардың жүгін көтеретін сендерсіңдер. Сондықтан да саған да ісіңе сәттілік деймін. Осы жасап жатқан істерің Алла тағала берекесін берсін. Әр уақытта еліміз аман тыныш болсын. Әумин. Айтқаныңыз келсін.